Қайырлы күн балалар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жиын, ішкі жиын. Ортақ белгісі бар заттар жиынтығы жиын деп аталады. Мысалы, жәндіктер жиыны. Олардың ортақ белгісі көбелек те, шегіртке де, қоңыз, құмырсқа да бәрі жәндіктер тобына жатады. Оқу құралдары жиыны. Бұндағы заттардың бәрі оқу құралдарына жатады. Жеміс жидектер жиыны. Дұрыс айтасыңдар. Шие, алма, өрік бәрі жеміс жидектер болып табылады. Төлдер жиыны. Әрине, бұл малдың төлі. Жиынды тұйықталған сызық арқылы көрсетеді. Оның ішіне осы жиынға жататын элементтер, ал сыртына оған жатпайтын элементтер орналастырылады. Жиындарды латынның бас әріптерімен белгілейді. А, Б, не болмаса С жиыны. Бұл сызбаны ағылшын математигі Джон Веннің құрметіне Вен диаграммасы деп атайды. Балалар, неге қияр мен қызанақ жиынның сыртында? Ойланып көріңдер. Иә, дұрыс, себебі қияр мен қызанақ көкөніс, ал алма, өрік, алмұрт бұлар жеміс. Жиынды құрайтын заттар оның элементтері деп аталады. А. Ыдыстар жиыны. Оның элементтері аққұман, бақыр, кружка, табақ, кастрюль. Б. Аңдар жиыны. Б жиынының элементтері аю, түлкі, қасқыр, бұғы және қоян. Жиындар қиылысады және бірігеді. Екі жиынның қиылысуы деп, екі жиынға да тиісті элементтер жиынын айтады. Қараңдар балалар. А. Үй жануарлары жиыны. Ал Б. Құстар жиыны. Екі жиынның қиылысу аймағында не көріп тұрмыз? Қаз, үйрек, тауық. Олардың қиылысуы үй құстар жиыны болып табылады. Себебі тауық, үйрек, қаз құстар тобына да жатады және үй жануарлары тобына да жатады. Сондықтан А жиыны мен Б жиыны қиылысып, С жиыны пайда болады. С жиынының элементтері үй құстары. Екі жиынның бірігуі деп, әрбір элементі екі жиынның кем дегенде біреуіне тиісті болатын жиынды атайды. Берілген жиындардың бірігуіне екі жиынның да элементтері кіреді. А жиыны мен Б жиыны бірігіп, С жиыны пайда болады. С жиыны үй жануарлары және құстардан тұрады. Егер екі жиынға да ортақ элементтер болмаса, онда олардың қиылысуы бос жиын болады. Бос жиын деген не? Құрамында бірде-бір элемент болмаса, ол жиын бос жиын деп аталады. Мысалы, Марс ғаламшарындағы қалалар жиыны ол бос жиын. Себебі Марс ғаламшарында қалалар жоқ. Таза парақтағы цифрлар жиыны деген жиында бос жиын болып табылады. Себебі парақ таза болатын болса, онда цифрлардың болуы
мүмкін емес. Жиынды құрау үшін оның элементтерінің ортақ қасиеттерін анықтау керек. Мұнда сандар берілген: 2, 4, 5, 7, 9, 10, 13, 20, 18. Осы сандардан қандай жиындар құрауға болады? Ол үшін біз сандардың ортақ қасиеттеріне қарай элементтерді жинақтаймыз. А жиыны бір таңбалы сандар жиыны. Оның элементтері 2, 4, 5, 7, 9 болады. Б жиыны 2 таңбалы сандар жиыны. Б жиынының элементтері 10, 13, 18, 20. С жиыны тақ сандар жиыны. Онда бұл жиынға 7, 9, 13 сандары кіреді. Ал Д жиыны толық ондықтар жиыны болғандықтан бұған тек 10 және 20 сандары тиісті болады. Мына берілген сандардан балалар тағы да басқаша қасиеттеріне қарай бірнеше жиындар құрауға болады. Оны өздерің ойластырып көріңдер. Мына суретке назар саламыз балалар. 2 жиын берілген. А жиыны үй жануарлары, яғни бұзау, лақ, ит, мысық кіреді. Ал Б жиыны өлге жатпайтын ғана үй жануарлардан құралған жиын. Ондай болса, Б жиынына ит және мысық жатады. Б жиынының әрбір элементі А жиынына да тиісті. Бұндай жағдайда Б жиыны А жиынының ішкі жиыны деп аталады. Оқылуы: Б жиыны А жиынына тиісті. Осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.